Құрметті көрермендер, сіздер сандардың сіздің тағдырыңызға әсер ететініне сене аласыз ба? Ал сіз мыңдаған сандардың тылсым сырын білесіз бе? Міне бүгін осыны ұғынатын боламыз. Олай болса студиямыздың қонақтарымен таныс болыңыздар. Сандардың сырын білетін нумеролог Тоқберген Байтасов. Сондай-ақ экстрасенс Заман Сыпатаев. Сондай-ақ студиямыздың арнайы қонақтары күллі түркі еліне танымал болған Алашұлы тобы. Мен бірінші мамандардан бұрын қонақтардан сұрағым келіп тұр. Сіздер қалай сенесіздер ме осы сандар сіздердің тағдырларыңызға әсер етуі мүмкін бе деген сауалдарға сенуге бола ма? Бала кезімде мен сондай қатты сенетінмін негізде. Интернатта оқып жүрген кезде Петропавл қаласында, Қызылжар қаласында біздің бір мұғаліміміз бізді өзіне көмекке шақырған, үйін жаңағы көшірісуге. Сол кезде көшірісуге кеттік. Бірақ интернатта менің столымның астында, кроваттың астында ақша жатқан. Ол кезде ең бірінші менің табысым бір 7,5 мың теңгеде жатқан. Жаңағы үйде көшірісіп келіп, интернатқа келіп, жаңағы жастығым астын көтерсем, ақшам жоқ. Мәссаған, бүгін қай күн? Пятница 13-е. Бітті. Сол күн кінәлді, сол балалықпен сол күнге сеніп қалғам. Заман енді көп елде, әсіресе орыс елінде осы 13 санына қатысты көп нәрсені айтып отырады. Ол шындық па? Оған сенуге бола ма? Бұл жерде көбінесе 13 деген санның өзінің жамандық ешқандай жоқ. 13 деген сан өзі басқа бір деңгейге өсу деген, өрістену деген мағынада. Өйткені 1 пен 3 қосқан кезде 4 деген сан шығады. Мысалы, мен өзіме 13 деген сан 13-ші пәтерде тұрамын. 13 деген жағымды маған. Бізде енді негізі көбіне тақ сандар киелі деп саналады. 9, 7, 13... Сол неліктен? Сандардың ешқандай жаман жоқ. Барлық сан біз сонымен өмір сүреміз. Сансыз өмір жоқ. Барлық біздің неміздің бәрі санаға айналады, сан арқылы, ал санаға айналусын санға айналады. 13 сан деп айттыңыз, сол қандай мағына береді? Мынандай жалпы бұны еврейлер М таңбасымен белгілейді, оның таңбасы бар, ал мына жапон халықтары бұны өліммен белгілейді. 13 сан өлім дейді, қорқыныш сонан пайдаланады. Ал шынында айтқанда ол рухани өліммен байланысты. Ол рухани өлім ақыл 6-да, ой 7-де дейді. Екеуінің қосындысы 13. 13 тұрымда көбінесе айға бағынады. Міне 13-тан қорқатын себебі айдың 13-ші әсері жердің бетіндегі табиғи апаттар туындырады. Ұшқын мақсат, сіздер жалпы ырымға сенесіздер ме? Көбінде жігіттер өзара бірімізге негізінен дес беріп шығамыз. Сен сахнада сен мықтысың. Бірімізді сілкіп шығамыз да, одан жігіттік ар-намысымыз сол сахнада әрқашанда биік тұрсын деп сондай оймен шығамыз. Кішкентай кезімізде мынандай болатын, білмеймін, кімнен келді әйтеуір біздің үйде бір сондай не келді. Туған күн енді айда 30 күн бар ғой. Бір күні туғандары пәленбай келеді. Мен мысалға 6 күн туылғам, 6 күні туылған сезімтал келеді, 4 күн туғандар өкпелегіш келеді, ол айына байланысты емес, осындай күні деп. Бірақ шын мәнісінде мен бүйтіп өмірімді, миымды аштып, сонымен бүйтіп санмен, әр қадамды сан, ойбай, мына жерде 7, мына жерде 6, мына жерде 5, значит, мына жерде 4 болып қалды деп өмір сүргім келмейді. Өмір мәнсіз олай. Әр күн біз үшін берілген сый, соны біз ұтымды пайдалануымыз керек. Соңғы мүмкіндігіміз қалғанша жұмыс жасап дәлелдеуіміз керек. Бәрекелді. Бірақ біз белгілі бір айда, белгілі бір күні, белгілі бір сағатта дүниеге келдік. Ол енді, ол да жоғардан берілген сый. Жазып көрсетсек болады. Шынар апай, өзіңіздің туған күніңізді айтсаңыз. Мен туған күнім 12-ші. Барлық құпияларыңызды ашып қоямыз. Ал кеттік ал. Мен халқымнан жасыратын құпиям жоқ, сондықтан қорқатын ештеңем жоқ. Ал кеттік 12-ші қазан, 12-10, 72, 19. Бұл жерде нумерологияда қалай санайды? Бұл бүткіл санның бәрін енді қосып санайды ғой. Сол үшін мысалға бұл жерде 1-ден 2, 3 шығады. Мына жерде 1, мына жерде 10, 72, 8, 9. 9, 19. 19, 19, бұл жерде 10 деп жазайық, 1 деп жазайық. Бұл жерде бұны қайтадан қосаңыз бұның бәрін. Соңында бұл жерде 5 деген сан шығады. 5 деген сан бұл жерде сіздің өзіңіздің сезімталыңызды айтады. Ал жігіттер, енді сенем деушілеріңіз болса, өздеріңіздің туған күндеріңізді жазып, есептесек. Сізге паспорт бойынша керек пе, жоғалды нақты туылған күн керек пе? Менде туылған күн нағыз 5, паспорт бойынша 6-сы менікі. Мысалға, осындай жағдайда мысалға көруге болады. Мысалға, адамда кейбірде өзгеріс болады. Ал енді қайсын жазасың? Паспортта болған жазайық бірінші. 6-сы онда. 11, 89. Заман есептей берсін, айналып келгенде осының барлық тағдырды адам 7 санмен өзгертіп отырады. Тырнақ, саусақ, алақан, білек, шынтақ, қар, иық, осы 7
жеті деген түсі қызыл, сосын маңдайда үш бұрыш. Мінекей. Ол да әсер етеді. Бұл алтыншы немен. Әзімбектің мысалға көріп тұрмыз, енді туған күннің саны 8 болып тұр. Шексіздіктің саны, оны әрбір саладан бәрі де бір ғана мәні бар. Бұл жерде қандай адам? Бұл адам әрбір екі жағы толық болу керек. Мысалға, отбасы болатын болса, өзінің сезім жағы болса да, әрбір жақтары толық болу керек. Мысалы, болған аян алу қабілеті бар. Яғни түс көру, аян алу деген, аян жалқы соңғы тарихтарды көру. Рас па, сондай бар ма сенде? Аян соңғы тарихты көру, ал уақи деген болашақты көру. Сосын парасаттылан қабілеттік тез ұғынушылық. Ал енді Әзімбектің нағыз табиғатын анықтап көрсек, иә? Бесі күні деп есептеп көрсек. 7 деген сан әрине бұл жерде енді толықтай басқа нәрсе, басқа сала. Ақылы өзінің жасынан озған бір адам деп есептеймін. 16-шы сүре 66-шы аят шығады, сосын тағы 75-шы аяттар шығады да, яғни 16-шы сүре ол нақыл, мына сөз өнерін меңгеруге қабілетті 16-шы сүре құрамға. Соның бәрі шығардық. Не үшін соның бәрі? Бұлай енді адам өзімен өзі көре білу керек. Көрдіңіз ба? Біз сенің мына неңді емес, мақтан үшін емес. Соның ішінде көп жағдайда өзімнің. Сенде егерде мынандай қабілеттілік, тектілік, анау тұрса, саған берілген программа, сен соны меңгеруің керек. Болмаса тағдырыңда сан қиын болады. Әркім өзіне қажетті ақпаратты алды деп ойлаймыз. Шынар апай. Олай болса, жігіттердің Алаш ұлы тобының керемет бір әніне бой сергітіп алайық. Ән айтайықшы.